Мені айтсаңдар да, мені жер қылсаңдар да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның отбасына, соның ішіне, әке-шешесіне тіл тигізбесеңіздер деген. Алдыңғы бөлімімізде айтқандай, шариғатымыз ол туралы не дейді? Бірінші Аллах тағала Құранда астағфирулла ва ма кунна муазибина хатта наб'аса расула. Біз пайғамбар жібермедік, ешкімді, яғни біз ешкімді азаптамадық, пока пайғамбар жібермейінше дейді. Осы аяттың төңірегінде ғалымдарымыз ахлал фатра деген нәрсені шығарады. Олар кімдер? Хумул амамул канияту байна азминати расули лазина лам юрсир илейхимул аувалу вала адраку сания дейді. Яғни бұл сондай қауым, сол бір заманда өмір сүріп қалған, яғни бірінші елші олар үшін келген жоқ, және екіншісін кезіктірген жоқ. Мысал келтіріп кетеді, кәл а'раби лазина лам юрсил илейхим Иса алейхиссалам, яғни арабтарға Иса алейхиссаламды жібермеген дейді. Біз білеміз, соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның алдындағы болған пайғамбар ол Иса еді. Исаны бір Аллах тағала арабтарға жіберген жоқ. Және де не дейді? Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды кезіктірген жоқ дейді. Осы ортада өмір сүріп қалған адамдарды ахлал фатра деп айтады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде, өзінің яғни жаңағы несін родословие дейді орысша, соны айтып келеді де, мынандай хадис алып келеді. Уасилат ибн Асқаф деген сахабадан келеді. Инналлаху астафа кинанату мин валадил Исмаил. Яғни хадис осылай басталады. Аллах тағала Исмаил ұрпақтарынан Кинананы таңдады дейді. Кинандан Құрайшты таңдады дейді. Құрайштан Бану Хашимді таңдады, ал Бану Хашимнен мені таңдады дейді. Басқа бір хадистің жалғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Фана мин хияри иля хияр" дейді. Оны ал деген сөз, мен жақсылардың ішіндегі ең жақсысымын дейді. Енді жаңағы айтып жатқандай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ата-анасын көпірлікке шығару немесе тосақи деп санау, ол жаңағы мен жақсылардың ішіндегі ең жақсысымын дейді. Өзінің әке-шешесін, өзінің жаңағы аталарын жақсылар деп жатыр. Оларды тосақи деп немесе көпірлікке теңеу, көпірлікке шығару ол өте жақсы жол емес. Енді видеоның соңында жалпы осы жастарымызға, соның ішінде жастарға, жалпы дінге қызығатын адамдарға айтарымыз: егер дінге қызығушылық болатын болса, діни сұрақтарды діни мамандардан, мешіттерден, имамдардан, ұстаздардан ауруларын сұраймыз. Екінші өтінішім, мені айтсаңдар да, мені жер қылсаңдар да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның отбасына, соның ішіне, әке-шешесіне тіл тигізбесеңіздер дегім келеді.